Әже, осы Наурыз мейрамын мұсылман халқы не үшін асыға күтеді? Балам, бұл біздің мұсылман Наурыз мейрамымыз көне заманнан қалған ұлыс мерекесі. Қазақ халқында бұл мейрамды өте құрметтеп, дәріптеп тойлаған. Бұл біздің халқымызда жаңа ұлыс Наурыз мерекесі деп тойлаған. Бұл біздің парсы тілінде нау деген жаңа, руз деген күн деген белгіні білдіреді. Бізде қазақ халқымызда өте көнеден келген мейрам деп есептеледі. Бұл тәжіктерде бәйшешек, гүлғардан, татарларда нардуған. Ал біздің қазақ халқымызда 21 наурыз ұлыстың ұлы күні болып тойлаған. Бұл Хакім Абай атамыз бұл наурызды Наурызнама жазғұрты мейрамы деп тойлаған. Және де бұл тарихымызда тамыры терең болғандықтан ата-бабаларымыз бізге қалдырған аманат. Сол тойды қазақ халқы Орта Азияда 5000 жыл бұрын тойлаған біздің қазақ халқымыздың дәстүрлі мерекесі, мейрамы. Бұл қазақ халқында Наурыз мейрамын күн мен түн деп теңеп, жаңа жыл деп қазақ мерекесі деп тойлаған. Бұл жер иесі Қыдыр атамыз бұл жерлерді елді аралап бізге бақыт сыйлаған және бата берген. Осылай балам, Наурыз мерекеміз құтты болсын, бақ береке әкелсін. Наурыз мейрамның тарихы өте кең екен ғой. Солай балам. Балам, мен саған Наурыз келді деген Наурыз өлеңімді айтып берейін. Ағайын, ұлыс келді, қуантып, құшақтасып туыс келді. Осындай мерекеде құшақтасып, ән мен жыр паш ететін ұлыс келді. Ай, бауырларым-ай, беу қауымдарым-ай, жаныңдамын-ай. Ей, саған халқым-ай, беу әнімді айтып-ай, жүрмін шалқып-ай.